Жақсы, рахмет көп. Біз жүрейік, досым. Жарайды. Папа, тұра тұрыңдар. Сен қайда? Папалармен қонам ғой. Міне, өсетін баласың сен. Біраз болдым деп ойламайсың ба? Үйің бар, сабағың бар. Арасында кездесіп тұрсаңдар болады ғой. Мен папалар шетелге кетіп қалса ше. Иә, оның үстіне маған Америкадан звондап жатыр. Тез келді. Мұғалімің хабарласты. Физикадан олимпиадаға қатысасың. Үйде қалып дайындалың керек. Енді әкемнің қасына дайындала беруге болады ғой. Ерке, болды. Мен шешім қабылдап қойдым. Бөлмеңе бар. Жоқ, енді менімен бірге дайындалса да болатын еді ғой енді. Қымбаттым, болды. Ойын аяқталды. Кездесем деді, кездесті. Ертең шұғыл жұмысың шығып кетіп қалды деп айтам. Жоқ, Алима, мен сені түсінбедім. Еркен менен қызғанып тұрсың ба? Мен әкесімін ғой. Мені жақсы көреді, менің қасымда болғысы келеді. Ол сен емес. Профессор әкесін жақсы көреді. Ғалым әкесін жақсы көреді. Шетелде жұмыс істейтін әкесін жақсы көреді. Неше әкесі болып кетті? Тұршы етіңше. Ал егер де ол сенің шын мәнінде кім екеніңді біліп қойса ше? Балаға қиын болады деп ойламайсың ба? Болды, жетер. Кездескеніңе көп рахмет. Енді шыға беріңдер. Жақсы онда. Сау бол. Не істейміз? Әлбетші болайық та. Дәл қазір емес, ана Еркені қайтару керек. Не істейміз деймін? Еркені қайтара алмайтын сияқтымыз. Чөт саған көңілді қатты бөліп кеткесін, Алима қызғанып отыр. Бермейді ол саған бала. Қызғанып отыр, бермейді емес. Еркені қалай қайтару керек, соны ойластырайық та. Кезінде ажырасып болу керек еді ол. Может, қайтып қосыласың? Мен ажырасқан жоқпын ғой. Өзі ғой кетіп қалған. Оның үстіне жаңа көрдің ғой түрін. Атызданып отыр бүйтіп. Мен қолыма пачка ақшаны ұстап, алтын бриллиантты үйіп төгіп. Алима, баяғы ақыл жоқ. Қосылайық деп, еще сол әңгімеге куәгер қылып 5 адамды ертіп барсаң да, ойланып қалатын біліп тұрсың ғой сен. Кеттім мен онда, таксовать етем. Бір идея болатса хабарласарсың. Ерке. Да. Маған қараш. Керек емес маған. Сен алдында новый телефон алам деп едің ғой. Алғым келмей қалды уже. Ерке, түсінші. Әкеңнің жұмысы көп. Мазасын алмауымыз керек. Әкемнің жұмысы көп болатын болса, өзіме келіп айтушы еді ғой. Давай қазір біз екеуміз керемет бір жерге барып тамақтанып қайтамыз, Жоқ. Маған физикаға дайындалу керек. Жарайды. Алло, Ерке. Қайдасың, папа? Үйдемін. Папа, осы өтірік айтуға бола ма? Вообще өтірік айтпау керек, Ерке. Қандай өтірік ол? Енді папаңмен кездесу үшін мамаға өтірік айтуға деген ғой. Ерке? Ол өтірік емес қой ол. Ол зиянсыз өтірік ол. Қандай идея бар ол? Үй жаққа келе бер, мен шығам. О! Мен кеттім, мама. Менде қосымша. Жарайды. Ақшаң бар ма? Иә, бар. Жаңа папа берген. Папаң саған ақша берді ме? Иә, несіне таң қаласыз? Ақша тек сізде ма? Мен бүгін кеш келем. Еще классастың туған күні ғой. Рас. Жақсы. Міне, мен келдім. Бірден жіберді ма? Қандай өтірік айттың? Ой, просто өтірік қой. Мектеп шақырып жатыр дедім. Че там, не істейміз? Так, былай қыламыз. Қазір Баукағанға хабарласамыз. Сосын инвесторға барамыз. Одан ақшаны аламыз да, сен қайда барғың келеді? Барлық жерге барамыз. О, Кес. күшті. Осы ма сабағың? Апарып тастайын деген ғой мені.
мектебіңе хабарластым. Шақырмапты. Маған өтірік айтатын болғансың ба? Енді өтірік айтқанда бөтен адам емес, өзім туған әкем ғой. Ерке, физикаға дайындалуың керек. Бұл саған ойын емес. Егер жеңсең, Лондонға грантқа оқуға түсесің. Неге түсінбейсің? Бұл сенің болашағың. Бар үйге. Ақыл. Вроде үлкен адамсың ғой. Бұрын қалай жоқ болдың? Солай кетші, өтінем. Неге сонша балаға жабысып алдың, а? Әкесің мақ. Алло. Балам, мен магазиндемін. Саған не алайын? Жоқ, ештен керек емес. Сабағыңа дайындал, Ерке. Егер де физикадан, олимпиададан өтсең, әкең мен 10 күнге жіберем. Келістік пе? Әкем ол кезде болмайды ғой. Жаңа ғана сөйлестім. Осында болады екен. Еркені мазаламайын, сабағына дайындалсын деді. Өмірде болмайды ғой, өмірде. Түсінбедім. Мен ана кезде үйінде болғанда дәрігерлердің қағазын көріп қалдым. Кішкене ғана өмір қалды деген. Қойш, сап-сау болып жүр ғой, ойнап күліп. Енді кетерінде күліп ойнап кетейін деген ғой. Тоқташ, шын айтып тұрсың ба? Әрине, сізді алдайын ба? Әкемнің кішкене ғана өмірін әкемнің өзімен өткізем бе деп едім. Жарайды енді. Сен қолын сақты. Алло. Не болып қалды? Ерке! Сен мен Ерке бір апта болсын. О, мама, рахмет сізге. Мен де қазір сүмкімді алып келейін, Өзіңде бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір, өте кеш сұрап жатқан жоқсың ба? Шынымен айтсаңшы, үлкен адамдармыз ғой. Ой, не болды? Мен аяп атсың ба? Ақша берейін десең, онда керек емес, ұятты. Кеттік па? Дайынсың ба? Иә. Байқап жүріңдер. Физикадан да дайындалды ұмытпаңдар. Иә, Балам, естідің бе? Халима, рахмет саған. Жақсы. Алло, қош, қалай? Қай жердесіңдер сендер? Болды, қазір барам. Брат, отмена баса қоясың ба? Что-то машина жүрмей тұр. Все. Не істедің, брат, бастың ба? Бастым. Все. Қалай жіберді? Қалай шығып кеттің үйден? Просто физикадан бірінші орын аламын деп уәде бердім. Қойын, соған бола жібермеген шығар. Жерді ойнап айтамын. Көрпенің астына тығылып алып отырсаң жібереді ғой. О, Ерке, қалай шықтың үйден? Мен жағын айтып отыр едім. Қазір мен келемін, Досым, осы сәтті пайдаланып, мен барлығын айтамын. Профессор емес екенімді, қарапайым адам екен. Қуасың ба сен? Бірінші ой қалған мақсатымызға жетіп алмаймыз ба? Сосын жайлап бәрін түсіндіріп айтамыз ғой. Данымен менің алға қойған мақсатым осы. Осыны айтамын. Қызықсың сен бар ғой. Че там, не план бізде? Папа, біз вообще қырмаппыз ғой. Осы жыл қыдырайық та? Қыдырайық. Если че, қарызға ақша бере аламын.
мә папа, сіздер вообще ойнай алмайсыздар ғой. Ойнай үйрену керек сіздерге. балаң қатты ойнайды ғой. Я мен шаршадым қайтайықшы. Папа қайтқан емес, енді ғана бастадық қой. Давайте онда бүйтейік. Сіздер маған екеуің жабылыңыздар. Отырсаңыздар, сіздерге массаж жасап беремін. О, маған да жасап бересің ба? Иә, кеттік. Болды, алға қазақ. Курятник! Мә, бүгін күшті күн болды кәдімгідей. Рахмет сіздерге. Вот, міне, бүгін күнді күшті өткіздік. Ертең күнді де күшті өткізіп, инвестормен кездесіп ақшасын алып алайық та. Иә. Болды, келістік. Болды, әйтеуір. Күтемін әйтеуір сендерді. Папа. Ау. Саған сұрақ қойсын ба? Қой. Анау не ғой? Сендер мамамен неге қайттан қосылмайсыңдар? Енді қосылғанда біреу келді ау дейме? Қалай? Білмеймін. Қош келдің. Ақыл, мен бәрін білем. Бірақ әлі де шанс бар. Мен бір дәрігермен сөйлестім. Қағаздарыңды көрсетсең болады. Түсінбедім, не дәрігер? Әлі-ақ жазылып кетесің. Уайымдама. Бастысы өзіңе сенімді бол. Жарай ма? Кім ауру, не болып жатыр? Не дәрігер, не қағаз? Мама. Мен сізге өтірік айттым. Әкем ауырып жатқан жоқ. Ерке, сен не білдіріп жүрсің? Енді маған өтірік айтатын болғансың ба? Осының бәрі сенің кесірің. Осыған дейін ол маған ешқашан өтірік айтпаған. Әкемнің вообще қатысы жоқ. Мама, білем. Мен сізге қарағанда әкеме көп көңіл бөліп кеткен шығармын. Бірақ ол мен сізді жақсы көрмейді деген сөз емес. Мен екеулеріңізді де жақсы көрем. Маған салса, бәріміз бір үйде тұрғанымыз күшті. Мама, бірақ әркімнің өз таңдауы бар, мен оған араласпаймын. Маған хотя бы өзімнің туған әкеммен араласуға рұқсат берші. Мен сізді жақсы көрем. Сізге рахмет, мені баққаныңыз үшін, әкемді есіме салып тұрғаныңыз үшін. Бірақ басқа балалардың кумирі Роналдо, Месси болатын болса, ал менің кумирім ол менің әкем. Мама, маған әкеммен араласуға мүмкіндік берші. Бірақ маған ешқашан өтірік айтушы болма. Че там, не болып жатыр? Ерке? Ерке. Тұршы, шайтам ақшы болайық. Инвестормен кездесу керек. Кездесе алмадық. Ұят болды. Тұршы, жүр. Мазам болмай тұр бүгін. Еще ауырып тұрмын. Жалайын жоқ. Ауырып дейді? Иә. Қойш. Скорый шақырайын әлде? Керек емес. Бір күн үйден шықпай телевизор жазылып кетеді. Бүгін де бара алмайын тұрқ қой, Жақсы онда. Тұрсап, мынау жамын демалып ал. Мен қазір келем. Не істеп жатырмын? Дәрі жоқ қой үйде. Осы кезге дейін ауырмап болған мен, Алима азамайын. Алло, Алима, қалайсыңдар? Алима, Ерке ауырып, мазам болмай тұр дейді, не істесем болады? Иә, ол кейде сөйтеді. Ешқайда шығарма үйде болсын. Қазір сәлден соң дәрілер бар, әкетпей. Жақсы. Досым қайда, досым. Алло, досым. Алло, досым, бүгін бара алмаймыз. Инвесторға бара алмаймыз.
еркенің мазасы болмай тұр. Алып біле, жақсы. Ерке балам, шай ішіп алшы, ыстықтай жақсы болып қаласың. тәуетім болмай тұр. Сосын ішем. Жарайды, қасыңа қойып қойын ішерсің, біреу күнде. балам, не болды? Мама? Жағдайың қалай? Мама не істеп жүрсіз? Ештеңе болған жоқ. Бәрі жақсы, сәл мазасызданып тұрмын. Жүр, үйге барасың ба? Жоқ, осы жақта бола берем. Мынау ішетін дәрілері қалай қашан ішетінін өзі біледі. Қап. Бір дәріні машинаға қалдырып кеттім. Жүр, ала саш. Менің шаруаларым бар. Ерке, бір нәрсе қажет болса, маған міндетті түрде хабарлас. Жарай ма күнім? Жарайды. Уайымдамаңыз. Саламыз. Жатып демал, ыстықтай шайың ішіп ал, қазір келем. Шайың ішіп ал. Мамаға хабарласқан себебі. Алло. Алло, қалайсың Ерке? Мен ғой Ару. Ару? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Молодец, кеше жақсы күрестің. Чемпион болуына тек сәттілік жетіспей қалды. Мен сені олай жақсы күреседі деп ойламаппын. Иә, негізі ұттаса болатын еді. Просто аяғым тайып кетті. Жарайсың. Бүгін мектепте көрінбейсің ғой. Бүгін ауырып жатам, мазасызданып едім. Бүгін қайырымдылық аукционын ұйымдастырып жатыр едік. Сен керек едің маған. Болған дұрыс еді негізі. Жақсы, онда тездетіп жазылып кет. Жоқ, негізі ондай қатты ауырып жатқан жоқпын. Қазір барам, обязательно. О, жақсы болды. Онда көріскенше күтем сені. Жақсы, давай. Дәрілерін дұрыстап ішсін. Жақсы. Қадағалайсың ғой, Сосын үйден шығарма. Күніне бір рет ішеді ғой. Иә, күніне бір рет өзі біледі. Қалайсыңдар? Қалайсың осы? Ерке қалай, жақсы ма? Кішкене мазасызданып тұр. Мен жолшыбай дәрілер алып едім жаңа. Не дәрі? Енді точно қай жері ауырып тұрғанын білмегесін. Бас тікінді, іш тікінді, құлақ тікінді, мұрын тікінді бәрін алдым. По-любому жазып аламыз о баланы. Сендер мына түрлермен баламды өлтіріп қоясыңдар ғой? Керек емес, берме. Мен берген дәрілерді ғана беріңдер. Дұрыстап қараңдар. Жақсы. Жарайды, мен шаруалар. Бүгін инвесторге тағы бармаймыз ба не? Мазасы болып тұр, солай болып қалып тұр енді. Мына дәрілерді ана аптекадағылар алмайды шығар қайтып, Үйде тұра берсін. Қанша ақша кетіп қалды. Ертең сен алып қалып жатсың. Қайқа барасың? Папа, мен жазылып кеттім. Ару шақырып жатыр, мектепте аукцион болады екен, қайырымдылық. Кеттік барайық. Қайдағы ару? Ауруың қақта? Мен жазылып кеттім, міне. Қой, мамаң не айтқан білесің ба? Дәрі ішіп үйде демалып жат деді ғой саған, емдел деді ғой. Кел, жүр. Кет, қаяқтан айтпай. Жүр. Балалар дайындықтарын қалай болып жатыр? Бәрі жақсы. Көмекшің Ерке көрінбеді ғой? Ол мазасы болмай жатыр, бірақ келем деді. Жарайды, онда жақсылап дайындала беріңдер, Ару, мынау қайсы сенікі? Мынау ма? Сәл уайымдап тұрмын. Өтіп кетсе екен осы сурет. Уайымдама. Папаға айттым, именно осы суретті сатып аламыз. Рахмет, Ринат. Ана жерге қоя берейін ба оларды? Қыздар, тағы да бір қатар қоспаймыз ба? Адамдар көп болатын сияқты. Қазір көмектесейін. Жүр. Кел, мына жерге жат. Кішкене демал бар. Қарап қойшы, тұрып кетпесін, ма? Дәріс алып келем. Ерке, қатты ұрттысың ба не? Жоқ, нормально. Бәсе. Ерке. Тұршы кел, дәріні ішіп алшы. Тұр. Міне, осыға жетпей тұрған. Болдым, жазылдым. Отыр. Мынау деген дәрі олай бірден әсер етпейді. Нағара көзің айналасы. Қарауыт тұр, көрдің ба? Жат. Жат. Демал. Аяғың соз.
жазылса жазылған шығар, айтып тұрмын ғой нормальмын деп. Сенің ойың барлығы ше, инвестор ғой, біліп отырмыз. Қош. Қой, тап қазір соны ойлап тұрған жоқпын мен. Мен магазинге барып келемін. Мынаны дұрыстап төсегін салып демалдыр. Түсіндің ма? Тұрып кетпесін. Болды, ерке. Жамылда, жат. Демалып ал. Баукаға жазылдым мен. Жо, мен сеніп тұрмын ғой, әкең ғой көнбей атқан. Енді көндірсеңізші, бірінші мектептегі аукционға баратын болсақ, потом инвесторға барсақ күшті емес па? Я, күшті ғой. Так, не істесек болады, а? Скоро шақыруға болмайды. Сені жатқызып тастайды, да? Так. О, таптым. Таптым мен. Кетем. Еркенің неден ауырып қалғанын таптым мен. Не болып тұрған? Көз тиген оған. Көз? Қумаш. Кеше білесің ба қалай күрескен? Жұрттың бәрі айқайлап, мынау кім бас, көз тиген оған. Мен сенбеймін мен оған. Баяғыда біздің ауылда бір бала тап осылай ауырған. Қысқасы, мен бір емші шақырып қойдым. Қазақы ем дейді анау. Как көресің. Келе ма не сонда? Келеді қазір, мықты емші. Қош. Мықты ма? Мықты. Ендеше келесі слотқа кезегіміз келді. 7-ші Б сынып оқушысы Ахметова Фариданың жасаған мүсіні. Бастапқы бағасы 5000 теңге. 6000 теңге 1, 2, 7000 теңге. 7000 теңгеге 1, 9000 теңге. 9000 теңге сатылды. Мына үйден көздің иісі шығады. Сіз емес. Сізде емес. Көз тиген адам қайда? Ана жақта? Жақсы, рахмет. Айттым ғой, көз тиген деп. Адиш. Сұмдық. Көз өткен. Өткенде де сұмдық өткен. Көз өтетінде сонша не істеп едіңіздер? Кеше арыстан сияқты күрескен ғой бұл бала. Енді байқап күреспейсіздер ме? Емді бастайық. Ойбай. Не болып, саған көз өткен ғой. Ойбай, не істеп отыр бабану? Енді емі солай шығар енді балам. Саған көз тиген деймін. Әлі 9 рет ұру керек сені. Қандай 9 рет? Маған ешқандай да көз өткен жоқ. Мен просто сіздерге өтірік айта салдым. Мына кіммен Ару мен Ринаттың фотосын көріп едім, сөйтіп настроением түсіп кетті. Енді басынан солай айтпайсың ба енді балам? Соны айтсам, дұрысын айтпайсың ба? Қаншама адамды әлек қылып. Соны айтам болғанда, мен ақшам кім береді? Сақсау баланың бетіне түкіресің. Сабайсың. Үші саған ақша береміз ба не? Мә, саған дәрі. Бұл не істеймін мен? Сен білесің ба, мына қанша теңге тұратын? Мен қазір мынаны есептеп берсем, сен маған қарыз болып қаласың. Жүрші кеттік мен саған түсіндірем мен. Жүр. Жүр, қазір сөйлесеміз. Папа, мектепте аукционға барайықшы, бітіп қалады қазір. Жүр, кейіне бір. Анау, сенде бір ақша бар ма? Картинка алу керек болады ғой қазір. Карточкаде бар, жолай ала саламыз. Жүр, қалып қоямыз. Мына жерде болу керек. Жоқ па? 2 күн бұрын осы жерде тұрды ғой? Ой, досым, айттым ғой саған, бұл жақта банкомат жоқ деп. Мен жақында ғана көрдім осы жерде. Папа, су алып шығайықшы онда. Су? Алып шыға бері. Қанша бар еді карточкаңде? 5000 теңге? 5000 теңге ма? Не алайын дейсің сен аукционда? Енді бары сол енді тәуекел бірдеңесі болар енді оны тұр.
суын төлей алып шығарып жүр. Еще 500 теңгеге су алса 4,5 теңге қалады ғой. Саламатсың ба? Сіздер біздің миллионыншы клиентімізсіздер. Сол себепті супермаркетіміздің артынан миллион теңге ақшалай атасыз. Досым, аукционды жылдамыз. Ал енді соңғы слотқа да кезек келді. Жаңа қонақтарымыз, қош келдіңіздер. Назарларыңызда соңғы слот Тұлпарова Арудың, яғни менің салған суретім. Бастапқы бағасы 5000 теңге. Папа, мына картинаны алайықшы, кішкене. 7000 теңге. 7000 теңге Талғат ағаға. 7500. 7500 теңге Ақылтай ағаға. 10.000 теңге. 10.000 теңге Талғат ағаға. 10.000 теңге тағы да кім береді екен? 10.500. 10.500 теңге Ақылтай ағаға. 1. 20.000 теңге. 20.000 теңге Талғат ағаға. 1. 20.500. 20.500 теңге Ақылтай ағаға. 50.000 теңге. Қатарларыңмен жарыссаңдар. Талғат аға 50.000 теңге. 50.000 теңге тағы да қосамыз ба? 50.500. 50.500 теңге Ақылтай аға. 200.000 теңге. Не істейсіңдер? Кредит алуды қарастыра бересіңдер ме? 200.000 теңге рекорд. Талғат аға 200.000 теңге. 1, 2, Миллион. 1 миллион теңге Ақылтай ағаға. 1, 2, 1 миллион 3. Ақылтай аға